Сәлем YouTube көрермендері. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сіздерге ақпарат пайдалы болады деген ойдамын. Банан дәмді жеміс қана емес, сондай қоректік заттардың көзі. Ол калийге, дәрумендерге және жасушылықтарға бай. Бірақ кез келген өнім секілді бананды да көп жеудің өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Егер күнде банан жесе, не болады? Күнде банан жеудің артықшылықтары. Ағзаны қоректік заттармен байытады. Бананның құрамында С және В6 дәрумендері, калий, магний және жасушылық бар. Мысалы, калий жүрек және жүйке жүйесі саулығы үшін қажет. Энергия сыйлайды. Бананның құрамында ағзаға энергия беретін көмірсулар бар. Оның құрамында сондай-ақ серотонин деңгейін арттыратын триптофан амин қышқылы бар. Сондықтан ол көңіл күйді жақсартуға көмектеседі. Асқазан жұмысын жақсартады. Банандағы жасушылық ас қорытуды реттеуге және іш қатудың алдын алуға көмектеседі. Алайда бананға да қарсы көрсетілім бар. Мына жағдайларда бананды күнде және көп жеуге болмайды. Қант диабеті кезінде, әсіресе піскен бананда сахароза мен глюкоза көп. Оны қандағы қант деңгейін бақылап жүруге мәжбүр адамдарға, мысалы, қант диабетімен қиналатындарға көп жеуге болмайды. Семіздік. Құрамындағы көп мөлшердегі қант үшін бұл жемістің калориясы жоғары. Егер емдік диета ұстап жүрген болсаңыз, осыны ескеру қажет. Варикоз кезінде банан есе байдағыш әсерге ие. Жоғары зәр бөліну қанның қоюлануына әкелуі мүмкін. Ол өз кезегінде тромбоз қаупін арттырады. Аллергиясы бар адамдар. Кей адамдардың бананға аллергиясы болуы мүмкін. Күнде банан жеуге бола ма? Денсаулығында проблема жоқ адамдардың өзіне бананды бақылаусыз жей беруге болмайды. Себебі оның құрамында крахмал мен фруктоза көп. Метаболизмі жақсы және дене пішіні арықтау келген сау адамдарға бананды күнде жеуге болады. Бірақ олар да күніне 2 бананнан артық жемегені дұрыс. Ал артық салмағы бар немесе денсаулығында проблемасы бар адамдарға бананды жиі жеу зиян келтіруі мүмкін. Орташа есеппен бананды аптасына 2-3 рет жеу жеткілікті болып табылады.